Армысыздар достар, бүгін мен сіздермен интернет арқылы ақша табудың тәсілдері туралы әңгіме етпекпін. Интернет жалпы бұл тек қана ақпарат тарататын құрал болып саналмайды. Қазіргі кезде әсіресе батыс елдері, шет елдер әлдеқашан өз бизнестерін интернетке енгізіп алды. Сондықтан да интернет бизнес деп аталатын бизнестің жаңа түрі қалыптасты. Сол арқылы интернет бизнесті өздерінің негізгі кәсіп етіп алып, ақша тауып, сонымен күн көріп жүрген адамдар қатары өте көп. Орыс тілді интернетте де бұл жақсы дамыған. Өкінішке орай қазақ тілді интернетте интернет арқылы ақша табу, интернет бизнес деген бұл енді ғана көрініс беріп келе жатыр. Көп адамдар интернет арқылы ақша табуға болатынын білмейді де. Сондықтан мен бүгін сіздермен осындай қазақ тілінде бір сабақ өткізуді жоспарлап отырмын. Өйткені мен 2011 жылдан бастап осы интернет бизнес дегенмен біраз айналысып көрдім, және біршама тәсілдерін арқылы, интернет арқылы ақша тауып, содан тәжірибе жинап көрдім, және осы салада бірқатар ақылы және тегін курстардан өтіп білімді алдым. Сондықтан да бұл салада менің біршама тәжірибе, білімім бар. Осы білім мен тәжірибемді ортаға салып сіздермен бөліскім келеді. Енді мен интернет туралы, интернет арқылы қандай тәсілдермен табыс табуға болады, сол туралы жеке-жеке тоқталып кетейін. Ең алдымен интернет арқылы ақша табудың тәсілдері өте көп. Ол мынау экранда көріп отқандарыңыздай 5 тәсілмен ғана шектелмейді. Бұл менің өзімнің осы тәсілдер арқылы ақша тауып, кішкене де болса айналысып, тәжірибе жинақтаған салаларым. Сондықтан да таныс салалар болғандықтан сіздерге түсінді айтып отырмын. Және бұл салалар интернетте өте кең таралған. Сондықтан осы салаларға тоқталып кетейін. Бірінші, сайт арқылы ақша табу. Сайт арқылы да ақша табуға болады интернет бойынша. Екінші, Форекс. Форекс бұл әлемдік үлкен ақша айырбастау корпорациясы. Онда әлемнің 64 түрлі валюталары айырбасқа түсіп отырады. Сол айырбас арқылы сонда сәт сайын ол бағасы өзгеріп отырады, біресе көтеріліп, біресе түсіп. Сол арқылы, соның арасындағы өзгеріс арқылы ақша табады. Бұнда көп адамдар ақша тауып жатады. Сосын хайптар. Хайп деп аталатын бұл түрлі ойындар, немесе қаржылық пирамида деп аталады бұнда. Сол арқылы да ақша табатын, ақша табуға мүмкіндік жасайтын түрлі жобалар ұсынған сервистер, бұнымен де ақша табуға болады. Сосын түрлі тапсырмаларды орындау. Бұл әсіресе орыс тілді интернетте қазір көп кездеседі. Сосын кең таралған тағы бір түрі email бизнес, немесе желілі маркетинг деп аталады. Ең алдымен сайт арқылы ақша табуға тоқталып өтейік. Сайт арқылы ақша табудың мынадай тәсілдері бар негізгі. Бірінші, жарнама беру. Егер сіздің сайтыңызға күн сайын 1000, одан да көп адам келіп отыратын болса, оқырмандары болса, онда сіз сайт арқылы жарнама беру бойынша табыс табуыңызға болады. Яғни айтқанда, сайтқа сіз жеке тұлғалардың немесе заңды тұлғалардың жарнамаларын, жарнамалық баннерлерін орнатып қоясыз. Сол арқылы олар сізге ақша төлейді. Сол үшін олар ақша төлеп отырады. Екінші, ақылы мақалалар жариялау. Сіздің сайтыңыздың оқырмандары көп болатын болса, ақылы мақалаларын жариялауға ынталы адамдар да аз болмайтындығы анық. Мен өз басым осы орыс тілді сайттарда жұмыс істеген кезде осыны көріп, өз басымнан өткердім. Үшінші, әріптестік бағдарламалар арқылы ақпарат тауарларын сату. Бұндай әріптестік бағдарламалар өте көп. Ақпарат тауарларын ұсынатын инфобизнесмен деп аталады. Инфобизнесмендер де көп. Олардың электронды кітаптары, аудио, видео, лекциялары бар, сабақтары. Соларды сату арқылы сіз солардың әр сатқан сайын белгілі процентін алып отырасыз. Сосын өз ақпарат тауарларын сату. Сайтпен айналысқан адамдар әрине тек қана сол сайтпен ғана айналысып қоймайды. Өзінің электронды кітаптарын, аудио, видео, курстарын жасайды. Соларды сатуға ұсынып, сол арқылы ақша табуына болады. Содан кейін басқа да түрлі қызметтер ұсыну. Мысалы, сайт жасау, немесе жарнамалық баннерлер жасау, тағы да басқа сондай қызметтер ұсынып, сол қызметтер бойынша ақша табуға болады. Дегенмен де қазақ тілді сайттарда өкінішке орай
бұл тәсілмен ақша табу мүмкін емес. Мен өз басым 4 жылдан бері өзімнің сайтымды ашып жұмыс істеп келе жатырмын. Сол сайтымның оқырмандар санында біршама көп. Жарнама беруге де тырысып көрдім. Ақылы мақалалар жариялауға да адамдарды тартып өзімнің сайтымда сондай мақалалар жариялап көрдім. Әріптестік бағдарламалар бойынша ақпаратты тауарлар ұсынып көрдім. Сондай өзімнің қызметтерімді түсініп те көрдім. Бірақ өкінішке орай қазақ тілді оқырмандар арасынан сол ақпараттық тауарларды сатып алғысы келетін, жарнама бергісі келетін, түрлі қызметтерді, ақылы қызметтерді пайдаланғысы келетін бірде-бір адам табылмады, өкінішке орай. Сондықтан да қазақ тілді оқырмандар бұндай интернет арқылы табыс табуға және сатып алуға, инфотоварларды сатып алуға қазіргі кезде дайын емес. Яғни айтқанда, сондай ақпараттық тауарларды сатып алуға болады, сол арқылы жақсы пайдалы ақпараттар алуға болады деген түсінік бізде әлі қалыптаспаған. Сондықтан да бұл сайт арқылы ақша табу бізде мүмкін емес деп айтуға болады. Яғни айтқанда бұған крест қоюға болады. Ешқандай да бұның болашағы жоқ. Сіз қазақ тілді сайт ашып, сол арқылы ақша табамын десеңіз, қателесесіз. Бұндай ақша табу тек қана бірлі-жарым жаңағы өте көп оқырманы бар Тенгриньюс сияқты, бәрі бар KZ, немесе Абай KZ, тағы сол сияқты сондай бір сайттар болса, солар ғана табуы мүмкін. Бұлай жеке адамдардың сайттары арқылы ақша табу мүмкін емес. Екінші бір ақша табудың тәсілі Форекс арқылы. Форекс деп аталатын, жаңағы мен алдында айтып кеттім, бұл үлкен корпорация. Күндік айналымы Форекстің 4 триллион доллардан асады екен. 4 триллион доллар күн сайын айналыста болады бұл корпорацияда. Әлемдегі ең үлкен ақша айналымы жүретін корпорация осы Форекс. Бұнда 64 түрлі әлемнің валюталары сатылып, ауыстырылып отырады. Бұған ақша табу үшін міндетті түрде сіз ақша салуыңыз керек болады, депозит ашасыз, яғни айтқанда. Содан кейін ақшаның өсетінін немесе түсетінін алдын ала болжап отыруыңыз керек болады. Егер де дұрыс болжай алмасаңыз, ақшаңыздан айырыласыз. Бұл өзі шын айтқанда құмар ойыны сияқты. Мынау казинодағы ойын сияқты. Сәт сайын құбылып отырады. Тез арада біраз ақша табуыңыз мүмкін, және тапқан ақшаңызды тез арада жоғалтып аласыз. Сондай қатерлі жақтары бар. Содан кейін бұл салада жұмыс істейтін брокерлік компаниялардың 90%-нан астамы алаяқтықпен айналысады. Яғни айтқанда өздерінің клиенттерінің ақшасын жоғалтуының есебінен олар ақша табады. Сондықтан да олар сіздің ақшаңыздың жоғалтуына мүдделі болып тұрады. Сондықтан да бұл компаниямен жұмыс істеп ақша табамын деу мүмкін емес. Мен өз басым айналысып бұл саланың біраз жыл сауда жасап, Форекс корпорациясында көрдім, түрлі брокерлік компанияларда. Сосын робот деп аталатын бұларда программа бар. Сол программаны сатып алып та көрдім, сол программа арқылы сауда жасап та көрдім. Шын айтқанда, бұл Форекс арқылы ақша табу екінің бір маңдайына жазылмаған бақыт. Бұл өте қиын, өте тәуекелді сала, және ақша табу шын айтқанда мүмкін емес. Сондықтан да бұл саламен ақша тауып байып кетемін деп ойлау негізінде уақыт өткізу ғана дұрыс емес негізі. Мен өз басым сондай қорытындыға келдім, бірнеше жыл айналысқаннан кейін. Сондықтан да бұл салаға да жаңағы крест қойып қойған дұрыс болады. Бұл болашағы жоқ сала деп айтуға болады. Ешқандай да табыс әкелмейді сізге. Сондықтан да ақыл есіңіз болса, Форекс деп аталатын жаңағы жобаларға ешқашанда қатыспаңыз, аулақ жүргеніңіз дұрыс болады. Төртінші сала ойындар арқылы ақша табу. Әртүрлі ойындар хайп деп аталады. Өз басым осындай біраз жобаларға қатысып, біраз ақша тапқан кездерім болды. Мысалы, моноверс деп аталатын бір жобаға қатыстым. Онда құстарды сатып алып, сол құстар өзі
жұмыртқа салып отырады, сол жұмыртқаларын сату арқылы ақша табуға болады. Былайша айтқанда қызық ойын сияқты, адамдар шақырасың, сол адамдарды неғұрлым көп шақырсаң көп ақша табасың. Бірақ бұның бәрі де қаржы пирамидасы сияқты, ешқандай ақша сырттан келіп жатқан жоқ, тек адамдардың салған ақшасы соны бөліп қана отырады. Оны ұйымдастырушы ғана өзінің ақшасын бір бөлігін алып қалтасына басып отырады, содан кейін неғұрлым көп белсенді жұмыс істеп ақша тап адамдарды шақырған адам ғана кішкене ақша табады, қалған адамдар тыс қалады. Сондықтан мұндай жобалар кез келген сәтте жабылып қалуы мүмкін, сондай қатерлері бар, оның жаңағы ұйымдастырушының көңіл күйіне байланысты. Сондықтан да бұндай жобаларға қатысып та жақсы ақша табамын, тұрақты ақша табамын, бұны тұрақты кәсіп етемін деп санау дұрыс емес. Егер сізге осындай жобаларды ұсынатын болса, хайптар, түрлі ойындар арқылы ақша табуға болады дегенде, сіз одан бас тартып аулақ болғаныңыз дұрыс болады, өйткені бұл ешқандай да тұрақты табыс әкелмейді. Яғни бұған да кірес қоюға болады. Ешқандай да табыс әкелмейді. Содан кейінгі бір жаңағы сала, бұл клик арқылы ақша табу. Клик арқылы, яғни айтқанда түрлі тапсырмалар орындау арқылы ақша табу. Бұл орыс тілді, ағылшын тілді интернетте өте көп кездеседі. Бұнымен де мен өз басым айналысып көрдім. Мысалы, сізге бір сайттарға кіріп, әрбір клик басқан сайын, мынау мишкамен клик басып отырасыз, соған ақша төлеп отырады. Бұлай қарағанда жеңіл сияқты болғанмен де, бұл мардымсыз, өте тиын-тебен ғана төлейді. Сіз таңертеңнен кешке дейін отырып, бір айда мысалы 30-40 доллар ақша табуыңызға мүмкін. Мысалы 40 доллар ақша табатын болсаңыз, 15 мың теңге. 15 мың теңгені бір айда сіз таңертеңнен кешке дейін отырып тапсаңыз, бұл соншалықты көп ақша деп санауға болмайды. Сондықтан да бұнымен айналысу да уақыт өткізу ғана тек қана. Бұнымен айналысып жақсы ақша табамын, табыс табамын деу ойлаудың өзі жаңағы ақылға сыймайтын шаруа. Сондықтан да бұндай табыс көзінен де сіздер біреу шақырып, осындай клик арқылы жақсы ақша табасыздар, түрлі тапсырмаларды орындау арқылы, немесе опрос дейді, сұрау салу. Сол сұрау салуға ақылы жауап беру арқылы жақсы ақша табуға болады дейтін болса, сіздер олардан бас тартқандарыңыз дұрыс болады. Өйткені оның бәрі көпшілігі алаяқтық болады, немесе төлесе де өте аз, мардымсыз төлейді. Сондықтан да оның жақсы табыс табамын деп санаудың өзі мүмкін емес. Сондықтан да бұған да кірес қойып қоюға болады. Ешқандай ойланбастан кірес қойып қоюға болады. Содан кейінгі бір ақша табудың түрі, тәсілі, бұл MLM бизнес. MLM бизнес немесе желілі маркетинг, бұл кең таралған, бұны сіздер өздеріңізде естіп көріп жүрген боларсыздар. Өйткені әрбір қалада осы желілі маркетингпен айналысатын адамдар бар. Көшеде жұрттың ұстап алып, жұрттың мазасын алып, мына тауарды сатып алыңыз деп жататын адамдар да болады. Немесе көшеде столдар қойып, сонда түрлі жаңа компаниялардың жаңағы дәрі-дәрмектерін, немесе косметикалық бұйымдарын, басқа да бұйымдарын сатып жүрген адамдар болады. Кездесіздер, көріп жүрген шығарсыздар бұны. Бұның бәрі MLM бизнес. Қазіргі кезде MLM бизнес әлемдегі халық тұтынатын тауарлардың 70% осы желілі маркетинг арқылы сатылады екен. Яғни айтқанда, бұның үлесіне өте көп осындай үлес тиіп отыр. Сосын күн сайын осы MLM бизнеспен айналысатын адамдардың 2 адам миллионерлер қатарына қосылып отыр деген күн сайын. Соңғы жылдарда миллиардер болған американдық байлардың, бақуатты адамдардың жарысынан астамы осы MLM компаниялардың өкілдері екен. Яғни айтқанда, MLM бизнес деген қазіргі кезде интернеттің дамуына байланысты бұл өте қарқынды дамып кетті. Сондықтан да бұл сала болашағы өте зор сала деп саналады. Мен өз басым ертеректе де аздап айналыстым, дегенмен соншалықты байыпты айналысып кете алмадым.
басқа салалармен айналысып жеңіл ақша табуға болады деген түсінікпен түрлі жаңа хайптарға, басқаларға ден қойып жүріп MLM бизнесті назардан тыс қалдырып алыппын. Кейінгі кезде ғана мен осымен шындап айналысып жатырмын. Бұл сала шын айтқанда адамға жақсы табыс әкелетін байыпты бизнес екендігіне көзім жетті. Біріншіден, сіз өз құрылымыңызды құрып алсаңыз, егерде өз командаңызды құрып, біраз адамдарды шақырып, белсенді жұмыс істейтін адамдардан құрылым құрып алсаңыз, сіз өте жақсы табыс табатын боласыз. Айтып отырмын жаңағыдай, күн сайын 2 адам, MLM бизнеспен айналысатын 2 адам миллионер болып жатады деп. Айтқанда сіздің соншалықты көп табыс табатын деңгейге жетуіңізге мүмкіндік мол. Содан кейін MLM компаниялар өте көп. Сіз кез келген компанияға ешқандай ақы төлеместен тегін кіріп кетуіңізге болады. Таңдап жүріп кіріп кетуіңізге болады. Содан кейін бұл саланы егер сіз жақсы меңгеріп алсаңыз, бұл сіздің өмірлік кәсіби мамандығыңызға айналады. Мәселен, интернеттің тарауы арқылы MLM компанияларға шақыру біршама жеңілдеді. Сіз көшеде, мысалы, кездескен адамдарыңызды немесе туыстарыңызды шақырып мазасын алып жатпайсыз. Осы интернет арқылы шақыру арқылы сіз көп адамдарды тартуыңызға болады. MLM компаниялардың көптеген өнімдерін сатуыңызға мүмкіндік бар. Сол арқылы көп ақша табуыңызға сіздің мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да дегенмен бұл жаңағы интернет арқылы шақыруды жаңағы жолға қою үшін сіз оның мықты құралдарын меңгеруіңіз керек. Сол салада біліміңіз болуыңыз керек және тәжірибеңіз болу керек. Негізгі 3 құралы бар. Бірінші, өз сайтыңыз болуыңыз керек болады. Екіншіден, видео блогыңыз болу керек және видео роликтер, видео сабақтар түсіріп отыруыңыз керек болады. Үшіншіден, email маркетинг дейді. Сіз өзіңіздің жаңағы оқырмандар базаңыз болу керек, соларға хат жазып отыруыңыз керек болады. Міне осы 3 құралды сіз меңгеріп алсаңыз, MLM бизнестің сіз мықты маманы, кәсіби маманына айналуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сол арқылы жақсы ақша табуыңызға болады. Сондықтан да MLM бизнес, мен ойлаймын, осы аталған тәсілдердің ішіндегі ең жаңағы байыпты ақша табуға мүмкіндік жасайтын сондай бір болашағы зор тәсіл. Сондықтан да сізге мен өзім ұсынар едім осы MLM бизнеспен айналысуға. Қазіргі кезде адамдар көптеген ақшаларын салып, жоғары оқу орындарында оқып, дипломдар алып жатады. Бірақ дипломдары мен өз мамандық бойынша жұмысқа орналаспауында үлкен жаңағы күмән бар. Өйткені орналаса алмау қаупі де көп. Ал егер сіз MLM бизнестің жаңағы мамандығын жақсы меңгеріп алатын болсаңыз, сіз өмір бойы жаңағы жақсы табыс табатын кәсіби білікті маман болып шығасыз. Сондықтан да бұл салаға шындап көңіл бөліп айналысу, егер сіз жас болсаңыз, өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Сіз егерде бұл MLM бизнес сізді қызықтыратын болса, осы видеоның астында сілтеме арқылы кіріп толымды мәліметтер алуыңызға болады.